Ассалаумағалейкум. Құрметті қазақ арнасының көрермендері, қалдарыңыз қалай? Мал-жандарыңыз аман есен бе? Бүгінгі біздің көрініс бұқаларға бара жатырмық. Бұқаларды видеоға түсірмегелі біраз болды. Өзім қалада болдым. Бір шаруаларыммен. Мынау Қаңырақ Балған ауылдың ішкі бейнесі деп айтсақ та болады. Кезінде керемет мықты ауыл болған ғой. Уақыт өте келе ауыл тұрмақ адамның өзінде саудасы бітеді екен ғой. Мен деген мықты кеудесін керген жігіттердің өзі еңкейіп жердегі тасты алуға да шамасы келмей қалады екен ғой. Алланың құдіреті шексіз ғой. Сондықтан бүгінгі күнімізге Аллаға тәубә деп, шүкір деп, осындай бір кең байтақ қазақ даласында армансыз аралап жүргенге не жетсін. Мен енді міне бос уақытымда бұқалар алып сатып жүрмін. Тәубә шүкір, біраз жерді аралап, біраз жерді көріп, сондай бір керемет дүниелер болып жатыр. Сапар болды. Енді ауылға келіп, өзіміздің бұқалардың күйлерін бір тамашалап, көтерілгені бар, көтерілмегені бар. Соларды бір көрейік деп. Негізі шама келгенше бойшаң, сәл әрелеу бұқаларды алған дұрысырақ екен. Мына біздікілер қалған құтқан бұқаларды алдық. Шымкенттен келеді, юктан. Тұнғандары бар, бәрі жинап алып кетеді. Енді оларға да бәлен деп айтпайсың, кәсіптері. Алла береке берсін істеріне. Солар жинап алып кетеді арзанға. Содан кейін өздері апарып сатады. Біз сияқты ауыл тұрғындарының азаматтарына мал қалдырмайды. Осындай ұсақ бұқаларды қалдырды. Енді солармен қатарласып жинаған бұқаларымыз. Сәл болса да әйтеуір кішігірім. Енді алды 160 килоға барды. Еттей салмақ. Арты әлі сол 95, 80. Сондай ғой. Бұйырғаны не болса да көре жатармыз. Міне біздің житняқтың да бас сарғайды. Мынау житняқ қой, көрдіңіздер ме? Бас сарғайып уже. Бітті. Тарғыл, қалың қалай? Скоро күшік дейді. Тазымен ұйықты. Болды қой. Бұқалар жайылып жүр. Көріп тамашалаңыздар. Каналға тіркеліп лайк басыңыздар. Комментария қалдырыңыздар. Сұрақ қойыңыздар.